Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Қазір сіздермен бірге 34 апталық, яғни шала туылған баланы көретін боламыз. Шала туылған балалардың рефлексері қандай болады және дамуы қалай тексереміз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, менің каналымда активті болып отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Так, осы бала бізде 34 апталық бала, яғни шала туылған, уақытысына жетпей, өте кішкентай салмағы, 2 кило 200 болып туылған, бірақ бала жағдайы жаман емес. Енді қазір шешіндіріп жатырмын. Төменгі жағын шешеміз, баланы түгелмен шешіндіріп қарауымыз керек. Так, аяқтарын бірінші тексереміз. Аяқтарының екі жақты тонусын тексеріп жатырмын. Симметриялық па, симметриялық емес па, тонустары бірдей ма, бірдей емес па. Табандарын көріп жатырмыз, рефлекстерін байқап жатырмыз. Памперсі кішкене шешіліп кетті. Тонустары жақсы, баланың бірдей болып сезіліп тұр. Енді екі қолын жаңағыдай хватательный рефлекс дейді, яғни алақанына қол тигізсеңіздер, осылай қысады қолын. Және де баланың екі қолын ары-бері қимылдатып көреміз. Егер баланың жаңағыдай тонустары бірдей болатын болса, ол сіздерде сразу сезіледі. Баланы кішкене тартқан кезде бала басын сәл көтеруге тырысып жатыр. Енді бізде мына зонд кішкене кедергі келтіріп тұр, сондықтан қатты не істемеңіздер. Так, тұрғызамыз. Балада рефлекс опоры дейді, яғни тіреуіш рефлексі бар, жақсы. Бала аяғын тіреп тұр. 34 апта шала туылған болса да, аяғын тіреп және рефлекс ходьбы дейді, жүру рефлексі де балада бар. Даму жақсы. Енді еңбегін көріп жатырмыз. Еңбегі жақсы. Қалыпты. Енді баланы ішпен жатқызамыз. Зондтары кішкене кедергі келтіріп жатыр, сондықтан қиындықпен жатып жатыр. Зонды шығып кетпес үшін кішкене қолмен ұстап тұрмыз. Бала сразу басын бір жаққа қаратып алды. Ол дегеніміз рефлекс защиты, яғни қорғаныс рефлексі балада бар деген сөз. Яғни ол да өте жақсы белгі. Баланы памперсін шешіп көріп жатырмыз. Аяқтарын салыстырамыз, симметриялы ма, симметриялы емес па. Екі жамбасы ашылып тұр, яғни поза лягушки дейді, яғни жақсы жатыр бала. Памперсін қайта кигізіп жатырмыз. Бала. Баланың тонустары жақсы. Пока бала зондпен тамақтанып отыр, бірақ қазір тексерістен кейін баланы анасына береміз емізуге. Өйткені рефлекстері балада даму жағынан барлығы жақсы. Бала жылап жатыр, саусағын аузына салып емуге тырысып жатыр. Сондықтан баланы анасына береміз емізуге. Осымен примерно осмотр аяқталды, яғни сіздер өздеріңіз балаларыңызды осы осмотрға қарап байқасаңыздар болады.